болып келеді. Мен Сенатқа 10 жыл басшылық еттім. Баршаңызға мәлім. Бұл жұмысты қашанда зор мәртебе әрі үлкен жауапкершілік деп санадым. Сондықтан маған осы мінберден парламенттік реформа туралы айту оңай емес. Соған қарамастан, мен дәл бүгін елімізде көп ұзамай бір палаталы парламент құру туралы бастама көтергім келеді. Бірден айтайын, бұл өте маңызды мәселе. Оны асығыс жүзеге асыруға болмайды. Бұл реформа азаматтық секторда сарапшылар ортасында, сондай-ақ әрине қазіргі парламентте жан-жақты талқылану қажет. Реформаның мән маңызы айрықша екенін ескерсек, оны талқылауға 1 жыл уақыт керек деп ойлаймын. 1 жыл. Содан кейін, яғни 2027 жылы жалпы ұлттық референдум өткізуге болар еді. Содан соң Конституцияға тиісті өзгеріс енгізе аламыз. Мен мемлекеттің тағдырын айқындайтын барлық мәселе халықтың келісімімен ғана шешіледі деп бұған дейін бірнеше рет айттым. Егер бір палаталы парламент құру қажет деген ортақ шешімге келсек, ондай парламентті тек қана партиялық тізім бойынша сайлаған жөн деп санаймын. Бұл әлемде кеңінен тараған парламенттік рәсім. Осылайша, мәжілістің қазіргі құрамы барлық заңдық рәсімдер аяқталғанша өз ісімен айналыса береді. Сенат жалпы ұлттық референдумның қорытындысы шығып, жаңа парламент сайлауы өткенге дейін алаңсыз жұмыс істейді. Ал саяси партиялардың бәсекелі тартысқа дайындалуына уақыты болады.